Жазды күнгі аптап ыстық көлік иелерін біраз әуреге салатыны рас. Өйткені жылдың бұл мезгілінде темір тұлпарыңызға ерекше күтім қажет. Біз сізге бұл жағдайда көмектесуге дайынбыз. Chevrolet сарапшыларымен бірлесіп, көлігіңізді аптап ыстықтың кері әсерінен қорғап қалуға арналған топ 5 кеңес дайындадық. Ендеше кеттік. Мотордың бұзылу салдарын жоюдан гөрі, оның алдын алу жеңілірек. Күн ысығанда вентиляторды қозу датчиктері мен термостат мінсіз жұмыс істеп тұруы тиіс. Жолға шығар алдында радиатордың ұяшықтарын тексеріп, шаң, қиқым қылшық болса тазалап қойыңыз. Ал суыту жүйесін ретке келтіру одан 10-20 есе арзанға шығады. Сондықтан радиатордың тазалығы, майдың және суыту сұйықтығының мөлшері басты назарда болғаны жөн. Заманауи темір тұлпарлар сұйықтық пен май мөлшерінің төмендегені немесе қозғалтқыш температурасының көтерілгені жайында белгі беріп, жүргізушінің жұмысын жеңілдетеді. Мәселен, Chevrolet көліктері заманға сай борттық компьютермен жабдықталған. Егер әйнекті жуатын сұйықтық азайып қалса да, приборлар тақтасының түрлі түсті экранына бұл туралы ескерту шығады. Ыстықта тежегіш жүйесіне үлкен салмақ түседі. Бұл диск пен қалып секілді күйкеліс элементтерінің қызып кетуіне соқтыруы мүмкін. Одан бөлек тежегіш сұйықтығы қайнап кетіп жатады. Мұндайға тап болмау үшін көлігіңізге тек сапалы жабдықтар алыңыз және сұйықтықтарын дер кезінде ауыстырып отыруды естен шығармаңыз. Сарапшылар қалыптардың жайын бақылап жүріп, оларды тек ресми қызмет көрсету орталығында ауыстыруға кеңес береді. Сапасыз қалыптар кесірінен тежегіш дұрыс жұмыс жасамай, дисктерде қызып кетуі мүмкін. Күн сәулесінің әсерінен темір тұлпарларыңыздың сыртқы бояуы күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан көлік сырты бүлініп бірдеңе жағылып қалса да, дереу сүртіп тастаған абзал. Дер кезінде тазалап қоймасаңыз, бояу біркелкі күймей, көлігіңіздің сырты көзге көрінетін дақтарға толып қалады. Ауа температурасының күрт өзгеруі алдыңғы әйнектерді сынғыш етеді. Сондықтан алдыңғы терезеге суық ауаны бағыттамас бұрын көліктің салонын біртіндеп салқындатып алғаныңыз дұрыс. Содан кейін барып кондиционерді толық қуатына қосуға болады. Мұның арқасында әйнектің шытынап кетуі секілді жағымсыз жайттың алдын аласыз және оны жөндеуге кететін ақшаңыз қалтаңызда қалады. Бұл ретте Chevrolet модельдер тізбегінің барлығы дерлік ең ыстық күннің өзінде көлік салонын жылдам және жақсы салқындататын заманауи климат қадағалау жүйесімен жабдықталғанын айта кеткен жөн. Аптап ыстықта тіпті кішкентай жарықшаның өзі әйнектің шытынап кетуіне соқтыруы мүмкін. Әсіресе көлік түзу емес жерде тұрған болса, қауіп те арта түседі. Ал шағын жарықшақтарды уақытылы жөндеп отыру әйнекті толық ауыстырудан әлде қайда арзан. Қорыта айтқанда, сарапшылар темір тұлпарларыңызды күн астында қалдырмауға кеңес береді. Көлеңкеге, тұраққа қойыңыз. Ондай мүмкіндік болмаса, қорғаушы қаптама жауып қойған дұрыс. Салонға оттық, аэрозоль баллондары секілді температураға сезімтал нәрселерді тастауға болмайды. Бұл қарапайым кеңестердің арқасында көлігіңізді аптап ыстықта қолдану жеңілдей түсеріне сенімдіміз. Видеоны өзіңізге сақтап алып, достарыңызбен бөлісіңіз. Ал сіз жаз мезгіліне арналған қандай авто лайфхактар білесіз? Комментарий жазыңыз. Және жазды Chevroletмен бірге өткізіңіз.